Сәлем балалар, бүгінгі сабақта барлықтарыңды көргеніме қуаныштымын. Және біз сендермен бүгін тест талдаймыз. Білесіңдер балалар, осы жылы біздің тест форматы өзгертілді. Және бүгін біз сендермен Қазақстан тарихы тест талдаймыз. Бұл жерде 15 ғана сұрақ. Және осы сұрақтарды біз сендермен талдап, дұрыс жауаптарын іздеп, қарастырып көретін боламыз. Сендерге сабағымыз ұнайтын шығар деген ойда. Ал ондай болса бастайық балалар. Бірінші сұрақ сендерге көрініп тұрғандай неолит дәуірінің Усть-Нарым тұрағы орналасқан жер. Білесіңдер балалар, шын мәнінде Қазақстан тарихында осы тұрақтар және бекіністерді жаттау кішігірім балаларға қиындау, олар қай жерде орналасты, қай жылы пайда болды деген сияқты сұрақтар бар. Бірақ сендерге кішігірім лайфхак балалар, если сендер картаны более-менее жақсы білетін болсаңдар, сендер айтасыңдар, Усть-Нарым, Усть-Каменогорск деген сөзге ұқсайды екен. Және балалар Усть-Каменогорск, Усть-Нарым дегеніміз, олардың бәрі Шығыс Қазақстанда. Жалпы Усть деген сөздің өзі, балалар ол Шығыс Қазақстанға байланысты. Сол себепті сендер айтасыңдар, значит, ол Шығыс Қазақстан екен дейсіңдер де, және балалар мына жерде С жауабы белгіленген. Балалар бұл жауап белгілеген біз белгілемедік, оны осы ОБТ нұсқасында осындай белгілеулер бар екен. Оның қаншалықты дұрыс екен, бұрыс екен, көңіл бөлмеңдер, көңіл аудармаңдар. Екіншісінде балалар бізде екінші сұрақ 20 ғасырдың 40 жылдары КСРО Қазақстанның экономикалық маңызын арттырған оқиға. 40 жылдары қандай оқиға болды дейміз. Так, 40 жылдар ол 1940 жылдар. 1941 жылдан бастап 45 жылға дейін бізде Ұлы Отан соғысы болған екен балалар. Приблизительно осы оқиға болу керек. Кариб дағдарысы дегеніміз балалар ол 60 жылы дүниежүзілік тарих тапсыратын балалар. Ақпан төңкерісі 17 жылдың ақпаны, азамат соғысы 18-20 жылдары, Қырғи-Қабақ соғысы 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін және КСРО ыдырағанға дейін жалғасқан ақш пен КСРОның қарым-қатынасы. Ал Ұлы Отан соғысы как раз таки осы 40 жылдары болған, және балалар Қазақстаннан КСРО көптеген ресурстар алған балалар, Қазақстан тыл болған, тыл дегеніміз балалар осы жерде ол ресурстар бойынша көмектескен, көптеген заводтар келген, және әрине балалар ең бастысы көптеген өзіміздің отандастарымыз, аталарымыз осы КСРО деген елді қорғауға аттанған. Жақсы, үшінші сұрақ балалар, Қыпшақтардың Жанкент, Баршыкент, Сығанақ қалалары орналасқан өзен. Балалар, өте сендерге Қазақстан тарихы тапсырған кезде өте бір пайдалы болатын нәрсе, ол сендердің карталарды білулерің. Сендер картаны жақсы білетін болсаңдар, біздің курста біз көбінесе картаға көңіл бөлетін боламыз. Және балалар, осы жерде сендер айтасыңдар, Сығанақ дегеніміз ол Сырдың бойындағы орналасқан қала. Дейсіңдер. Сол себепті балалар Сырдарияның бойындағы орналасқан қалалар өте маңызды қалалар болып саналған. Және мысалы үшін Қазақ хандығы құрылған кезінде ол қалалар үшін өте ұзақ уақыт балалар соғыс жүргізген, өзбектермен, Моғолстанмен, темір ұрпақтарымен, осы нәрсені білулерің керексіңдер. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақ балалар, 1962 жылы Қазақ КСР министрінің кеңесінің төрағасы болып тағайындалған тұлға балалар. Тағайындалған тұлға дегенімізде бұл жерде Дінмұхамед Қонаев. 62 жылы ол балалар уже билік басына келе бастайды. 62 жыл балалар ол бірте әлі Хрущевтің кезі, бірақ негізгі бір өзінің карьерный рост дейміз, сондай бір оқиғасы болған, ол Брежнев кезеңінде болады, 64-тен бастап, мына Хрущев кезінде енді көтеріліп келе жатқан еді. Және балалар шын мәнінде Дінмұхамед Қонаевты көбі ең мықты, ең күшті патшаларымыздың, басқарған адамдарымыздың бірі деп саналады. Және балалар осы 86 жылы Дінмұхамед Қонаевты билік басына алып тастағаннан кейін халық, көбінесе студент, жас халық балалар, олар көтеріліске, митингқа шықты, біздің бүгінгі тілмен айтқанда. Және балалар себебі осы Қонаевты биліктен кетпеушілігі осындай оқиғалар болды. Жақсы. Келесі 5-ші сұрақ. Қасым ханның Жетісуға билігін нығая түсуіне себеп болды. Қасым ханның балалар басқарған жылдары естеріңде болса 1511, болмаса 1511-ден 1518, әлде 23 жылдары дейді. Осы кезеңде балалар Қасым хан кезеңде шын мәнінде Қазақ хандығы өте күшейіп, нығайып түскен кезең еді. Осы кезеңде Қасым хан кезеңде Жетісудың жартыдан көп бөлігі балалар Қазақстанның құрамына кіреді, Қазақ хандығының құрамына кіреді. Одан алдын балалар бұл жерде бізде Моғолстан деген ел бар еді, Жетісу, Шағатай ұлысының жерінде пайда болған. Және балалар осы кезеңде Саид хан
ол шығыс түркістан, бүгінгі Қашғария, әлде Синджан жаққа кетеді де, және жетісу бастап қалады. Осы кезеңде Қасым хан оның өзін билігіне алады. Және одан кейін болар Хақназар кезінде ол моғолдар осы жерді қайтарып алғысы келеді, бірақ жартылай да қайтарып алады, бірақ дегенмен Хақназар оны қолдап қалуға бар күшін салады және бір бөлігін сақтап қалады. Сөйтіп балар бұл жерде келесі 6-шы сұрақ. Сөйтіп балар 5-те жауабы Д болды. 6-шы сұрақта балар 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында Қазақстанда цемент заводтары салынған қалалар. Цемент заводтары. Цемент заводтары балар, сендер оны білулерің керек, сендер өздерің. Заводтар қазір тоже көп кездесіп жатыр. Қай жерде қандай завод бар? Ол Қарағанды, Семей, Шымкент қалаларында цемент заводы бар. Осы балар осы нәрсені мұқият қаралаңдар. Келесі 8-ші сұрақ балар, бұл жерде Голощекиннің саясатына наразылық білдірген үшін ұлтшыл деп айыпталған. Балар, Голощекин Қазақстанда осы 20-33 жылдар басқарды. Ол кішігірім индустрияландыруды болды Қазақстан жерінде, естерінде болса. 25-ші жылдан индустрияландыру басталды. Және ең ауыр кезеңдерде как раз таки Голощекин Қазақстанды басқарды балар. Ол ұжымдастыру кезеңде. Шын мәнінде балар, ұжымдастыру кезеңде көптеген халық қырылды балар, ашаршылыққа ұшырады, және көбі осы Голощекиннің саясаты арқылы дейді. Және ол оны кінәлі ретінде табады. Осы неге? Себеп балар Голощекин халықты тыңдамаған еді. Бізде мәселе болып жатыр, мынандай нәрсе дұрыс болмай жатыр деген нәрсені ол мүлде тыңдауға дайын емес еді. Және ондай нәрселерді айтқан кезеңде олардың бәрін ұлтшыл деп айыптайтын еді. Хотя ол жерде ұлтшылдық емес балар. Ол жерде қарапайым, бір нәрсе дұрыс болып жатса, дұрыс емес болып жатса, оны балар әрине оны айтуға керек. Және балар бұл жерде бізде айтқан ол Сейфуллин еді. Сейфуллин осы кезеңде Сейфуллин, Мыңбаев, Садуақасов деген кісілеріміз балар осы Голощекин саясатына ұжымдастыру кезең, индустрияландыру кезеңінде қарсы тұрған еді. Дегенмен оны ешкім тыңдамап еді. Сөйтіп 8-ші сұрақ балар. 1844 жылы шілдеде Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісшілер соққы берді. Кімге? Старшина Қарбышевтың отрядына балар. Старшина Қарбышев ол Ақмоланы қорғаған еді. Майор Вишневский бұл жерде жоқ. Ахмет Жантөреұлы, мынау балар дұрыс жауабы С болады. Ахмет Жантөреұлы. Жоламан Тіленшіұлы ол Кенесарының көтерілісін қолдаған еді. Рытов тоже қарастырмаймыз. Сонымен балар бұл жерде Д. Кешіресіңдер, С болады екен, Ахмет Жантөреұлының отряды. Естерінде болса, Кенесары Қасымұлының көтерілісі ең үлкен көтеріліс болып саналады. 1837-47 жылдарға болған көтеріліс. Осы кезеңде Ахмет Жантөреұлы балар осы сұлтанның кезінде өте көп сұлтандар қайтыс болады, 44 сұлтанға дейін барады. Және осы кезеңде бұл шайқас 1844 жылы болады. Келесі 9-шы сұрақ балар, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары Жезқазғанда мыс кен орнын зерттеген балар, инженер-геолог балар. Жезқазғанда, жалпы Жезқазған деген орталық Қазақстан, ол жерде мысты зерттеген ол Қаныш Имантаевич Сәтпаев балар. Қаныш Имантаевич Сәтпаев 1946 жылы ашылған Қазақстан ғылым академиясының балар бірінші алғашқы президенті болып сайланған еді. Келесі 10-шы сұрақ балар, ЮНЕСКО-ның қолдауымен 100 жылдығы мерейтойы аталып өтілді дейді. Кім бар екен? Байтұрсынов, Сәтпаев, Мүсірепов, Марғұланның және Мұқановтың. Олар бұл жерде Қаныш Имантаевич Сәтпаевтың 1999 жылы 100 жылдығы тойланып өтеді. Себебі Сәтпаевтың өзі туған жылы 1899. То есть 999-да ол уже 100 жылдығын тойлап өтеді. Жақсы, 11-ші сұрақ. 1986 жылы желтоқсан қозғалысының басталуына түрткі болды. Естеріңде болса, мен қазір уже айтып кетіп едім. 1986 жылы Дінмұхамед Қонаевты биліктен алып тастайды. Соның нәтижесінде балар ол биліктен кетеді және оның орнына Колбинді қояды. Бұл халықтың наразылығына алып келеді. Қазақстан КП орталық комитетінің пленум шешімі. Балар бұл жерде өзі дұрыс жауап осы болу керек. Ладно, бәрін қарап шығайық. Қайта құру бағытының сәтсіздікке ұшауы. Ол ондай нәрсе болған жоқ.
дұрыс емес. Неміс автономиясын құру туралы шешім ол 79 жылы құрылды, 86-ға ол әлі ерте. Горбачевтың билікке келуі, Горбачев балар 85 жылы не істеді, бірақ ол түрткі болған жоқ бәрібір. КОКП орталық комитетінің төтенше пленумының шешімі жоқ балар. Бұл жерде Қазақстан жауабы 11-де А болады, Қазақстан КП орталық партиясының пленумының шешімі деп не істейді. Менен көбі сұрайды, КП дегеніміз не ағай дейді. Ол коммунистік партия. Коммунистік партия дегеніміз осы КП деп не істейді. 21 ғасырда алғашқы болып кедендік одақ құрған мемлекеттер балар. Ол бізде Қазақстанның ұсынысымен балар. Ол Ресей, Қазақстан, Беларусь деген елдер осы нәрсені, осы елді құратын болады. Келесі, сақтардың 13-ші сұрақ балар. Сақтардың Қызылордадан 300 шақырым жердегі орналасқан қаласы балар. Ол Шірік-Рабат. Ол жерде сауыттан жасалған, темірден жасалған сауыттары табылады. Және бұл жерде ол оңтүстік Қазақстанға жатады. Және оңтүстік Қазақстанға тағы да қалашығы Бәбіш молда мен Шірік-Рабат. Арқайым дегеніміз ол қола дәуіріне жатады. Ең ежелгі қалалардың бірі. Қойлық дегеніміз Жетісуда орналасқан. Бесшатыр дегеніміз балар ол осы Жетісуда Іле өзенінің жағалауында, оң жағалауында орналасқан сақтардың обалары. Жақсы. Келесі 14-ші сұрақ балар. Қарлұқ қағанатының екінші астанасы рөлін атқарған қала. Қарлұқтар балар, олар Жетісуда өмір сүрген уақыты 756-940. Осы жерде қарап көрейік. Сығанақ. Сығанақ балар ол Сырдарияның бойында орналасқан. Сырдария Жетісу емес, сол себепті бұл жерде ол дұрыс емес. Тараз қаласы балар Жетісуға жақын, бірақ ол Астана рөлін атқармаған. Испиджаб әлде Сайрам деп атайды оны балар. Ол да оңтүстік Қазақстан Жетісуға жатпайды. Янгекен сырдың бойында балар Оғыздардың астанасы жатпайды. Сонымен балар бұл жерде тек қана Баласағұн қаласы қалатын еді. Және соңғы сұрағымыз балар 15-ші сұрақ. Бұл жерде мәтіндік сұрақ. Сендерге лайфхак балар. Мәтінді сұраққа бірінші жауап берер алдын сендер сұрақты оқисыңдар. Мәтінде сипатталған орта ғасырлық қаланы анықтаңыз. Бұл жерде балар қандай қаланы сипаттап жатыр екен? Көбінесе жауабы балар ол өзі бірінші бөлігіне айтылады. Қала Батухан тұсында Дешті Қыпшақтың, яғни Алтын Орданың негізі ірі әкімшілік орталығы бірі болған дейді. Честно балар, бұл нәрсе ештеңе айтпайды бізде. Ладно. Одан кейін қарақ. Өзбек ханның тұсында дейді, және оның баласы Жәнібек заманында Алтын Орданың керемет күшейді дейді. Сол кезеңде Өзбек ханның ұлы Тәңірбек бұл қалада хан болды дейді. Жақсы. Әмір Темірдің ұрпағы Ұлықбек Ойсарда жеңген Барақ бұл қала және сыр бойының барлық қалаларының өзіне қаратты дейді. Бұл қала балар, скорее всего, сырдың бойында орналасқан екен. Окей. Пока бізге бұл жеткіліксіз. Мыналардың көбі практически сырдың бойында барлығы орналасқан. Баласағұннан басқа. 1446 жылы Әбілқайыр хан игілі кірді. Бұл сұрақты уже білуің керек. 1446 жылы Әбілқайыр хан Сығанақ қаласын басып алып, оны астанасы деп жариялады. Сонымен балар, бұл жерде, сендерге уже түсінікті болу керек, ол ие болу керек екен. Бірақ бұл жеткізілікті болмаса, тағы да қараймыз. Бірнеше шайқастан кейін соң қазақ ханы Мұрындық пен Жәнібек хан ұрпақтары мықтап жеңілген Шайбаны қалада кетуге мәжбүр болды. Осы кезеңден бастап қала қазақ хандығының игілігіне кірді. Рүлбек хан Есух хан тарихи мемлекетіне, оның әсем ғимараттары гүлденген не дегенде, балар, бұл мынандай сипат текстік сұрақтарда бар. Сендер сол қалалардың мәдениетін өткен кезде сендер уже біліп алуларың керексіңдер. Бірақ сендердің негізгі подсказкаларың, негізгі нелерің балар, біріншіден балар, ол 1446 жылы Әбілқайыр хан иеленген кірді деді, және ол одан кейін астанасы болды. Және балар, одан кейін ол сыр бойындағы қалалар дейміз, ол скорее всего ие болады Сығанақ. Мына балар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге біздің талдауымыз түсінікті болған шығар деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.